Балалық кездің бал дәмі қуырылған қант дайындаймыз. Ол үшін бізге 500 грамм қант қызып тұрған табаға салып, асты ергенше түртпейміз. Міне осылай асты қызарады. Қызарғаннан кейін жақсылап араластырып, үстіне 100 мг сүтімізді, 50 мг суымызды құйып араластырамыз. Дайын болуға жақын қалған уақытта үстіне 10 грамм майымызды саламыз. Үнемі араластырып тұрамыз. Жақсылап араластырамыз. Араластырмасақ асты қатып қалуы мүмкін. Май қоссаңыздар өте жұмсақ болып шығады. Мен видео түсіруді ұмытып кетіппін. Осылай қызып тұрған уақытында табаға құямыз. Суытып бөліктерге бөлеміз. Міне уже суды мен бөліктерге бөліп дайындап алдым. Естеріңізде ме, аналарымыз да осылай жасаушы еді ғой. Өздері шай ішіп рахаттанып, бізден тығып қойып, біз оны ұрлап жейтін едік. Міне осылай әдемі болып, егер де қызартпай істеймін десеңіздер, сарғайтып қана алсаңыздар болады. Қалауларыңыз бойынша арасына жаңғақ қоссаңыздар, мейіз қоссаңыздар болады. Ас болсын.